той тумалақ дегендер әлі де болса тоқтайтын емес. Соның салдарынан тек қана кешегі таңда 77 науқас тіркелді. Егер осы науқастарды талдайтын болсақ, негізінен олар енді 305-і зейнеткерлер, 475-і жұмыссыздар, 68-і жүкті әйелдер, 100-ге жуығы балалар. Яғни үйінде отырған азаматтар мен балалар үйінде отырмайды, басқа жаққа шығып кетеді, көрші өңірлерге барады. Соның салдарынан қазір өсіп отыр. Қазіргі таңда жалпы емделіп шыққан азаматтардың саны 598, 3 адам қайтыс болды. Оның біреуі Павлодар өңірінің тұрғыны болатын, біздің өңірге келіп, осы біздің өңірден ем алып қайтыс болды.